Ал бұл болса менің адама алдыңғы видеода тіркеген жіктердің тізімдері. Егер де сіздер де өз аттарыңыздың осы жерден көрінгендерін қаласаңыздар, тек қана лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп қойсаңыздар болғаны. Ал біз видеоға кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Але. Достар, бүгін мен сіздерге Free Fire'да жаңа халяваларды көрсететін боламын. Енді бүгін Free Fire жаңа халяваларды шығарған болатын. Керемет Северный М40-қа, тағы да басқа Катаклизмге, басқа, тоже соған байланысты керемет обновление, халява барлығын айтатын болам, өзім түсінген. Ал егер де сіздер дайын болсаңыздар, біз видеоға кеттік. Ең бірінші бізде осындай М40 оружейный скин за вход. Мына 24 сағатқа қазір маған Северный М40 беріп тұр. Получить басамыз. И все, налет сразу басып қойып. И және де оның астында золотой купон бар. И содан кейін Грозаға достар 7 күнге Северный скин ойраныш. Керемет реально. Бізде мына жерде барлығында да тоже Северный, Грозаға барлығы Северный керемет скиндер 7 күнге бермекші. Одан кейін тағы да золотой купон, оружейный купон, және де М14-ке Северный скин 7 күнге достар. Керемет вообще. И золотой купон оның астында Спасқа достар. Спасқа реально. Спасқа негізінде адам көп скин стамайды сияқты, Спастың өзінде стамайды сияқты вроде. И және де золотой купон, оружейный купон. Ең соңғысы ойынға 28 күн қатарынан кірсеңіздер, сіздерге М40 Северный де беретін болады достар. Бұның енді навигі өте керемет. Енді маған ұнады, 2 скоростық, тоже самый. Бір ар жағында тағы бір нәрселері бар, бірақ та ең бастысы 2 скоростық. И потом и потом Катаклизмге байланысты тағы да бір нәрселерді көрсетіп кетейін. Енді Катаклизмде енді ол барлығыңыз білетіндей, қайсын таңдадыңыздар? Мен болсам идущиені таңдадым. Біреулер Вестникке таңдады. Мына жерде енді идущие жеңіске жетіп келе жатыр, 415 мың. Ал Вестники 363 мың да. И осылай идущие жеңіске жетіп кетір. Ал егер де менімше мына наборды қалай алады деген кейбір балдар сұрақ қойған болатын. Брат, что там наборды қалай алады? Обмен жасалынбайды деген сияқты. И сіздер рейтингте классикада ойнап жатқанда осындай бір нәрселер шыққан болар да, бәлкім қарасаңыздар. Мына жерде лавка в лагереге кіргенде осындай сары бір какой-то непонятный алдындағы құмды сындырғанда кругтар береді сияқты бір нәрселер жатқан болатын. Ал егер де бұнымен қазір мына жерде скейтбордқа набор алуға, және де осындай ава и потом жетон алса болады. Және де мына жерде палачқа кірсеңіздер, ол наборы тұр. Мен идущиені таңдағаннан кейін идущиенің наборы тұр мына жерде, бірақ бұны қай кезде ауыстыруға болады сіздерге осыны айтайын. Менің білуімше, кім жеңіске жетеді, мысал үшін Вестники жеңіске жетсе, Вестники ауыстырады, ал ол кезде идущий ауыстыра алмай қалады. Ал егер де идущий жеңіске жетсе, Вестники ауыстыра алмай қалады. Тек қана идущиені таңдаған жігіттер ғана ауыстыра алады. Меніңше солай секілді. Басқа ешнәрсе көріп тұрған жоқ. И және де мына жерде лотерея дейтін тоже бір халява шыққан. Бұныған кірейік, лотерея халява. Мына жерде мынандай лутбокс сияқты деп ойлаптым. Меніңше лутбокс керемет лутбокс. А егер де мына бірінші попытканы айналдырып жіберсек, біз мына жерде 3 золотой купон, 1 алмазный, 1 оружейный, 1 инкубатор тұр екен. И және де қазір бұны айналдыратын боламын осы қазір видеода, бірақ әдейі сақтап қойған болдым, айналдырмай. Және де астына қарасаңыздар достар, заходите в игру в течение 7 дней, чтобы получить все дейді. Мына жерде эмоция тұр достар, керемет эмоция тұр. Мойнын бүйтіп кесіп өлтірем дейтін знак секілді. Сондай знакта жасалған керемет эмоция тұр мына жерде. Астына қарасаңыздар, и осыны ойынға 7 күн кірсеңіздер, сіздерге беретін болады достар. Ойынға дейтін сонда сіздер 28 күн қатарынан тоқтамай кірсеңіздер, сіздерге М40 Северный де беретін болады. И және де 7 күн тоқтамай кірсеңіздер, осы кереметті эмоция беретін болады. Қазір енді попытка деп тұр, давайте. Бір попытка бар екен, барлығыңызға бір попыткадан берген бар. Кім мына осы лутбоксты түсіріп алды, көрейік. Ал мен кеттім. Ал бастадық. Что там? Лутбокс түссе өте керемет болады еді, бірақ түспейтін секілді. Түспейді. Оружейный, алмазный түсті маған. Нормас алмазный түсті. И осындай бізде достар халявалар барлығы осылай, Катаклизм туралы барлығын айтқам. Катаклизм уже кішкендей бір 14 күннен кейін секілді. Жоқ, 15 күннен кейін Катаклизм бітеткен. Сіздерге осы менің берген информацияларым пайдалы болды деген ойдам. Егер де сіздерге осы менің информацияларым ұнаса, ардан тіркеліп лайктарыңыз басыңдар. Сіздермен бірге оған мен Але. Қош, сау болыңыздар, давайте.